Армысың алтын күн, армысың жер ана, армысың көк аспан, армысың достарым. Бүгінгі қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы, мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой. Мәтіннің мазмұнына сай ат қою. Мәтінге, сюжетті суреттерге ат қою. Мәтін мағына жағынан байланысқан екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтіннің аты және мәтіндегі негізгі ойы болады. Айдос мектептен келді. Қолын жуып, тамақтануға отырды. Ыдыстарды жуып, үйді жинады. Одан соң сабағын оқуға отырды. Анасы оған риза болды. Нұрасылды құшақтап, бетінен сүйді. Бұл мәтінде Нұрасыл туралы айтылған. Ол әдепті бала екені баяндалып тұр. Ендеше бұл мәтінге әдепті бала деп ат қоюға болады. Өлеңдерге назар аударайық. Өлеңдердің тақырыбы дұрыс қойылған ба? Қане, бірге оқып көрейікші. Ұмытшақ па, әлде еріншек пе? Атасының шалғысын қайрасады, әжесіне құлынын байласады. Бөлесінің алмасын теріседі, нағашының арбасын майласады. Кішіпейіл бала. Үйдегі қоқыс шелегі, төгілмей 3 күн тұр күтіп, ұмытып ұмсын келеді, ертең деп күнде сырғытып. Бұл өлеңдердің авторы Мұзафар Әлімбай екен. Қалай ойлайсың? Өлеңдердің тақырыбы дұрыс қойылған ба? Әрине жоқ. Бірінші өлеңнің тақырыбы кішіпейіл бала болса, екінші өлеңнің тақырыбы ұмытшақ па, әлде еріншек пе екен. Мына мәтінге тақырып қойып, негізгі ойын анықтап көрейік. Әке мен бала келе жатып, жолда жатқан ескі тағаны көреді. Баласы тағаны жерден көтеріп алуға ерінеді. Әкесі тағаны алып, темір ұсталарға 3 тиынға сатады. Алған ақшасына шие сатып алады. Баласына бермей, өзі жеп, бір-бірден жерге тастап отырады. Баласы түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жейді. Әкесі баласына ақылын айтады. Қане балалар, бұл мәтіннің тақырыбын анықтап, негізгі ойын айтып көріңдер. Енді жауабыңды тексеріп көр. Бұл мәтіннің тақырыбы әке мен бала. Ал мәтіндегі негізгі ой әкенің ақылы екен. Жарайсыңдар, сендердің де жауаптарың дәл осындай деген ойдамын. Енді шығармашылық тапсырма орындап көрейік. Берілген ағашқа мәтіннің бұдан басқа да қандай белгілері бар? Соларды жазып көр. Бүгінгі сабаққа кері байланыс беріп көрелік. Бүгінгі сабақта мен барлығын түсіндім. Енді түсініп келемін, және де ештеңе түсінбедім. Сабағымыз аяқталды. Шығармашылық тапсырма бойынша кері байланыс күтемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.